Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерді каналымда көргеніме тағы да қуаныштымын. Бүгін бізде витаминдердің жалғасы, яғни В2 және ПП дәрумендерін айтатын боламыз. В2 дәрумені рибофлавин. В2 дәрумені құрылысы негізіне рибитол спиртімен байланысқан изоаллоксазин жатады. Яғни бұл оның биохимиялық құрылысы. Рибофлавин сары түсті кристалдар, суда нашар ериді. Және В2 дәруменінің негізгі көздері бұл бауыр, бүйрек, жұмыртқа, сүт және ашытқы өнімдері, сонымен қоса шпинатта, бидайда, қара бидайда кездеседі. Адам В2 дәруменін ішек микрофлорасының өнімі ретінде алады. Тәуліктік қажеттілігі ересек кісілер үшін 1,8-2,6 мг құрайды. Биологиялық қызметтеріне тоқталсақ, витамин ішектің шірінді қабатында сіңірілгеннен кейін ФМН және фат коферменттерінің синтезі жүреді. ФМН және фат коферменттері деп отырғанымыз осы флавин витаминінің құрамында болады, және ол ағзада тотығу, тотықсыздану реакцияларына қатысады. Рибофлавин ішекке сіңірілгеннен кейін ол рибофлавин киназа, АТФ және АДФ қатысуымен ФМН-ге айналады. ФМН болса, ФМН аденил трансфераза ферменті арқылы және қосымша АТФ H4P2O7 арқылы фатқа айналады. Енді рибофлавиннің жетіспеушілігінің клиникалық көріністеріне тоқталсақ, жас организмдердің өсуі тоқталады жетіспеушілігі кезінде, ауыз қуысында, шірінді қабатта қабыну процестері байқалады. Ауыз бұрыштарында ұзақ уақыт жазылмайтын жарылулар, мұрын, ерін қыртыстарында дерматит байқалады. Және көздің қабынуынан конъюнктивит, осы көздің мүйізді қабатының васкуляризациясы, катаракт дамуы мүмкін. Және В2 дәруменінің жетіспеушілігі кезінде бұлшықеттің жалпы әлсіздігі байқалады. Келесі бізде ПП дәрумені немесе никотинамид, никотин қышқылы В3 дәрумені десек те болады. Оның биохимиялық құрылысы никотин қышқылы және никотин амид бола алады. ПП дәруменінің көздеріне келетін болсақ, дәрумен өсімдік тамақтарында кең таралған, ол күріш, бидай, ашытқы өнімдерінде және ірі қара мал, шошқаның бауыры мен бүйректерінде көптеп кездеседі. ПП дәрумені сонымен қоса триптофаннан синтезделе алады. 60 молекула триптофаннан 1 молекула никотинамид түзіледі. Сондықтан тамақта триптофанның мөлшері көп болатын болса, ПП дәруменіне мұқтаждық төмендейді. ПП дәруменінің тәуліктік қажеттілігі ересек адамдар үшін 15-25 мг, ал балалар үшін 15 мг құрайды. ПП дәруменінің биологиялық рөліне келетін болсақ, никотин қышқылы әртүрлі дегидрогеназалардың коферменттік қызметін атқаратын НАД және НАДФ құрамында болады. НАД синтезі организмде екі кезеңнен тұрады. Никотин амид ферродоксин нуклеотид редуктаза қатысында және никотин амид мононуклеотид пирофосфорилаза деп аталатын ферменті арқылы никотин амид мононуклеотидке және мына жерде көрсетілмей қалған H4P2O7-ге айналады. Және мына жерде никотин амид мононуклеотид екінші процеске түседі, яғни никотин амид мононуклеотид АТФ пен қосылып, НАД пирофосфорилаза ферменті арқылы НАДқа және H4P2O7-ге айналады. НАДФ-тің түзілуі НАДтан цитоплазмалық НАД киназаның қатысуымен фосфорлану нәтижесінде түзіледі. Енді ПП дәруменінің жетіспеушілігіне келетін болсақ, ПП дәруменінің жетіспеушілігі пелагра ауруына алып келеді. Оның 3 белгісі бар: дерматит, диарея және деменция. 3D. Пелагра күн сәулесі түсетін терінің ашық жерлерінде симметриялы дерматит түрінде, ас қорыту жолдарының жұмысының бұзылуы диарея түрінде және ауыз, тілдің шірінді қабаттарында қабыну жарақаттары түрінде байқалады. Пелаграның ұзақ дамыған түрінде де орталық жүйке жүйесі қызметінің бұзылысы, деменциясы байқалады. Еске сақтаудың нашарлауы, галлюцинация және сандырақтау деген секілді. Назарларыңызға көп рахмет. Егер видео ұнаған болса, сізге қандай да бір пайдасын тигізген болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.